Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақ тақырыбы көне түрік жазуы. Біз көне түрік жазуына нені білеміз? Көне түрік жазуы біздің ғасырымызға қашан келді? Міне сол төңіректе бүгінгі сабаққа берілген екі сабақ өтеміз. Бірінші сабақта зерттеу сұрағы, Білге Қаған мен Күлтегіннің мемлекеті нығайтудағы саясаты бізге қандай деректерден белгілі? Оқу мақсаты 6-9 ғасырлардағы мемлекеттердің ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау, көне түрік жазуының маңызын түсіндіру. Бүгінгі сабақта Күлтегін, Тоныкөк, Білге Қағанның мемлекетті дамытудағы еңбегін анықтаймыз. Дерек арқылы түркі дәуірінің атақты тұлғаларының қызметіне баға береміз. Бүгінгі сабақта түркі жазба ескерткіштері бізге қалай жетті? Қандай жерлерде ескерткіштері сақталған? Осыны білу үшін бейне жазбаны көрейік. Бумын Қаған құрған түрік қағанаты 603 жылы ұзаққа созылған талас тартыстың салдарынан екіге бөлінеді. Батыс және шығыс болып. Батысы қазіргі Орта Азия мен Қазақстан аумағын алып жатты, ал шығысы бүгінгі Монғолия даласын меншіктеді. Бірақ олар да көпке шыдамады. Қытайлардың қысымына ұшырады. Таң империясы көк түріктер мемлекетін қуыршақ қағандар арқылы басқара бастады. Сол тұста шығыс түріктер атқа қонып азаттық үшін алысты. 10 жылдық айқастың ақырында екінші түрік қағанаты тарих сахнасына келді. Бұл жайындағы мол мәліметті Қытай жазбаларына немесе Тоныкөктің құрметіне қойылған тас бітіктен оқуға болады. Ескерткіш Монғолия Республикасының қазіргі астанасы Улан-Батор қаласынан 60 шақырым жерде орналасқан. Тоныкөк өз заманның абызы. Ол картамен мықты жұмыс істеген, соғыс тактикасын жақсы меңгерген. Оны 18 жасында Қытайдың батыс бөлігіндегі түріктердің ортасына ақыл айтар абыз етіп жібереді. Онда 3 жылдай қызмет қылады. Сол тұста Орхон өзені бойындағы түркілер көтеріліс жасайды. Ұрандатқан халықты Қытай әскері толарсақтан қан кештіріп басады. Кейін елтеріс Құтылып Қаған қол жинап, тәуелсіздік үшін тауғаштарымен тартыспаққа талпынады. Міне сонда Тоныкөк үзеңгіге аяқ артып, елтеріс Құтылып Қағанға келеді. Келетте жұмбақ сөзін жолдайды. Ол Тоныкөк ескерткішінде жазылған. Онда былай айтады: семіз бұқа, арық бұқа екеуі жүк көтеретін болса, қайсысы мол көтерер еді дейді. Сонда айтады ана кісі, Құтылып Қаған айтады: семіз бұқа мол көтереді ғой дейді. Сосын Тоныкөк күледі, тағы айтады: рахмет дейді. Енді сен мынаны біз Қытайдарды қуып шығамыз, жеке тәуелсіз ел боламыз. Сол кезде сен
қан боласың. Бейне жазбадан көргенімізді толықтыру үшін мына кестеге мән берейік. 24 түрік тайпалары Қытайға қарсы көтерілісте жеңілді. Яғни 679 жылы не қылды? Жеңілді. 682 жылы Тоныкөк 700 әскерімен Қарақұм қаласын басып алды. Осында балалар, Тоныкөк жазба ескерткішінде мынадай дерек бар. Орман, тау арасында қалғаны жиылып 700 болды. Екі бөлігі атты, бір бөлігі жаяу, біріктіруші мен едім деп Тоныкөк жазбасында жазылған. Ал көктегі тәңірі білік бергендіктен өзім құдіретті қағанмен ұғыстым деген деректі Тоныкөк жазған. Мінеке сонда сол кезеңдерде Тоныкөк жазбасында түріктердің әскер саны 5000. Ал елтіріс құтылық қағанда түрік қағанатын қалпына келтірген еді. Бұл қалпына келтіру билік еткен жылдары елтіріс құтылықтың 682-691 жылдар аралығында болды. Ал 682 жылы Ордада өтіген, яғни түркілердің байырғы отаны болған, елтіріс құтылықтың сол кезеңде ұлдары Білге мен Күлтегін болған. Інісі Қапаған. Міне осы туралы біз түркілердің қағандары туралы келесі сабақта өтеміз. Әкесі туралы Білге жазбасында былай дейді: әкем елтіріс 20 рет соғысты, жауын баз қылды, зеліні бүктірді, басына жүгіндірді деген Білге қағанның жазбасынан кездестіреміз. Яғни қарап отырсақ, Қапаған қағанның сол кездерде жорық жасағанын білеміз. 13 рет соғысқан, елдігін әлсіреткен, қағандығын қансыраттық деген жазба деректерінде Қапағанның айтқан дерегінен байқаймыз. Сол кезеңдерде Қапаған қағанның әскері 400 000 болды. Қытайлықтарды күшпен біріктіріп көтерілістер болды. Ал Білге қағанның тұсында 716-734 жылдары түрік тайпаларды біріктірді. Мемлекет гүлденді. 721 жылы Таң империясымен бейбіт келісім жасады. Балалар, осы кезде Таң империясы деп отырғанымыз кімдер? Қытайлар, 731 жылы Күлтегін дүниеден озды. Яғни сол жылдары Күлтегін не қылады? Қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін оның орнына қаған, болмыш қаған болады. Ол мемлекет болмыш қаған болған кезде мемлекетте талас тартыс билік үшін күрес болады. Сол кезеңдерде басымыл, қарлық, ұйғырлар бөлініп, шығу әрекеті басталынады. Яғни бір-бірімен тайпалар арасында күрес болады. 744 жылы ұйғырлар Шығыс түрік қағанатының соңғы болмыш қағанын өлтіреді. Мінеке сол салдарынан Шығыс түрік қағанаты осылайша құлайды. Мінеке балалар, бүгінгі сабақта түсінгеніміз бойынша мен сіздерге мынадай тапсырма бергім келіп отыр. Бірінші, мемлекетті күшейтудегі қызметін сипаттап, сөйлемді жалғастырыңыз. Қалай жалғастырамыз? Мен елтіріс құтылық қаған. Яғни елтіріс құтылық қаған Шығыс түрік мемлекетін не істеді? Нығайтты. Нығайтудағы рөлі қандай болды? Мінеке соны өздеріңіздің түсінгендеріңізді жазасыздар. Бізде дескриптор берілген, әрбір білім алушы берілген дескриптор бойынша жұмыс жасайды. Тапсырманы орындап болған соң, дұрыс жауаптарымен тексеріп алыңыздар. Түркі халықтарының жазба ескерткіштері туралы келесі сабақта жалғастырамыз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.